Мемлекеттік қызметті электронды жүйеде пайдалану тиімді әдіс. Уақытыңызды үнемдейді, жемқорлыққа да жол берілмейді. Цифрлы Қазақстан аясында жүзеге асып жатқан осындай жобаларды түсіндіру мақсатында Жамбыл ауданында жәрмеңке өтті. Келушілерге электронды жүйенің артықшылығы мен тиімділігі түсіндірілді, және электронды жүйенің тағы бір артықшылығы Telegram-бот желісі таныстырылды. Мемлекеттік қызметтер аясында бос орындар жәрмеңкесі деген болады. Сол арқылы жәрмеңке арқылы мен Жамбыл аудандық орталық емханасына жауапты тәжірибелі дәрігер болып жұмысқа орналасқан. Мемлекеттік қызметтер аясында жергілікті бюджеттен бөлінетін бір рет көтерме жәрдемақыны алғам, және де республикалық бюджеттен бөлінетін бір рет көтерме жәрдемақыны алғанмын. Республика бойынша 742 мемлекеттік қызмет түрі көрсетілсе, аудан әкімдігіне қарасты мекемелерде соның 102 түрі қамтылады. Өткен жылы барлығы 168.290 қызмет көрсетілсе, соның 1803 ғана электронды жүйе арқылы жүзеге асырылған. Бұл статистика электронды қызмет алуды әлі де насихаттау қажеттігін көрсетеді. Біздің Жамбыл ауданында мемлекеттік қызметкерлердің жаңағы жәрмеңкесі өтіп жатыр екен. Бұл өте дұрыс нәрсе. Өйткені қазіргі кездегі жемқорлыққа, парақорлыққа қарсы істелініп жатқан шаралар, бұл өзі бір өте жақсы ұйымдастырылған нәрсе. 2 сағатқа созылған жәрмеңкеде тұрғындар өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алды. Жәрмеңкеге келген халықтың жер телімдерін алуға қатысты сұрақтары көп болды. Мемлекеттік қызмет сапасын жақсарту бойынша кешенді жұмыста жалғасын таба береді. Аида Рыскелдиева, Сапар Серікұлы, Жамбыл Ньюс.